Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы көне мұра сырлары. Сабақтың мақсаты мәтіннен алынған дәйек сөздерге, үзінділерге сүйене отырып көтерілген мәселені болжау. Тақырып бойынша бас әріппен жазылатын күрделі құрама атаулардың орфографиялық нормаларға сай жазылуы. Өткен сабақтарды еске түсіру мақсатында мына сұрақтарға жауап берейік. Ескерткіштер неліктен көне түркі ескерткіштері деп аталады? Қазіргі қазақ әліпбиден көне түркі жазба ескерткіштерінің ерекшелігі неде? Сұрақтарға толық жауап берді деген ойдамын. Көне түркі жазба ескерткіштерін еске түсіре отырып, мына видеороликті мұқият тыңдап шығайық. Сонау сақ заманнан қазақ хандығына дейінгі тұтас тарихымыздың бір сыпырасы Монголия даласында бұғылы. Бабалар ізімен ғылыми экспедициясы сол құнды жәдігерлердің құпиясын ашып, елге таныстыруды мақсат етті. Бумын-қаған құрған түрік қағанаты 603 жылы ұзаққа созылған талас тартыстың салдарынан екіге бөлінеді. Батыс және шығыс болып. Батысы қазіргі Орта Азия мен Қазақстан аумағын алып жатты, ал шығысы бүгінгі Монголия даласын меншіктеді. Бірақ олар да көпке шыдамады. Қытайлардың қысымына ұшырады. Таң империясы көк түріктер мемлекетін қуыршақ қағандар арқылы басқара бастады. Сол тұста шығыс түріктер атқа қонып азаттық үшін алысты. 10 жылдық айқастың ақырында екінші түрік қағанаты тарих сахнасына келді. Бұл жайындағы мол мәліметті Қытай жазбаларына немесе Тоныкөктің құрметіне қойылған тас бітіктен оқуға болады. Тоныкөк өз заманның абызы. Ол картамен мықты жұмыс істеген, соғыс тактикасын жақсы меңгерген. Оны 18 жасында Қытайдың батыс бөлігіндегі түріктердің ортасына ақыл айтар абыз етіп жібереді. Онда 3 жылдай қызмет қылады. Сол тұста Орхон өзені бойындағы түркілер көтеріліс жасайды. Ұрандатқан халықты Қытай әскері толарсақтан қан кештіріп басады. Кейін елтеріс құтылып қалған қол жинап, тәуелсіздік үшін тауғаштарымен тартыспаққа талпынады. Міне сонда Тоныкөк үзеңгіге аяқ артып, елтеріс құтылып қалғанға келеді. Келеді де жұмбақ сөзін жолдайды. Ол Тоныкөк ескерткішінде жазылған. Құтылып қалған бастаған көк түріктер армиясы тауғаштарды талқандайды. Сөйтіп 683 жылы екінші түрік қағанатының шаңырағын көтереді. Құтылықты ел түресі деген атақпен қаған етіп сайлайды. Ал Тоныкөк жоғарғы бас қолбасшы әрі кеңесші лауазымына тағайындалады. Тарихшылардың айтуынша Тоныкөк 741 жылы 95 жасында қайтыс болған. Ал мына тастағы жазбаларды кейінгі ұрпаққа өсиет болсын деп өзі қашатып қалдырған десек, қазір онда түркі халықтарының ғалымдары зерттеу жүргізіп жатыр. Әлі ескерткішті алғаш боп таныған Финляндия ғалымдары. Олар жол жазбасын ғана жасаған. Одан кейін Монголия зерттеушілері іске кірісіп, сипаттау түріндегі ақпаратты тарата бастады. Ал кешенді жіті қарап, әр бөлігін жіліктеген белгілі түркітанушы Қаржаубай Сартқожа болатын. Бұл елтеріс құтылып қағанға арылған дүние. Не олай дейсіз дегенде, ханның ғибадатханасы таудың үстінен таман. Молласы да солай салуға тиісті, дәстүр салты. Сол салт бойынша мынаға келіп соны орналастырған. Мына жағында міне екі өзен атақты. Күн үй өзені, сосын хан үй өзені. Осы екі өзеннің құйылысында осы кешенді орнатқан. Құтылып қалғанның мүсіні мынау. Неге хан деп отырсыз дегенде, қолында аса таяқ. Биліктің адамының қолында қай дәуірден бері қарай, біздің түріктің ата-бабаларынан бері қарай осындай аса таяқ ұстайтын болған. Елтеріс құтылып қағанның мүсінінде басы жоқ. Себебі Монголияға буддизм діні енген тұста шауып тастаған. Дегенмен оны Қазақстан ғалымдар тапты. Қазір елтеріс құтылып қағанның бас мүсіні Астанадағы Еуразия ұлттық университетінің қорында сақтаулы. Швед уландағы кешенде қой тастар өте көп кездеседі. Сонымен қатар жолбарысқа ұқсас мүсіндер бар. Олардың санында тауешкі бейнеленген. Ал тауешкі көк түріктердің, оның ішінде қыпшақтардың символы деп саналады. Мұндағы тағы бір тарихи жәдігер таңбалы тас. Онда 56 ру тайпаның таңбасы бедерленген. Олардың арасында Қарлұқ, Қыпшақ, Қырғыз, Хазар, Афшар сынды ірі ру тайпалардың таңбалары бар. Екінші түрік қағанат орнатқан кезде осыған қатысқан түрік тайпаларының
барлығы келіп өз қолдарымен өздері таңбасын ойбасында қалдырған. Швед Улан ғұрыптық кешеніндегі 56 тайпаның таңбасы қашалған Мәңгі тастың көшірмесі 2015 жылы Астанадағы Халықаралық түркі академиясының музейіне қойылды. Бұл ескерткіш мәңгілік ел идеясының жалғасы іспетті. Ол ұлы дала ұрпақтарын ынтымақ пен ырысқа шақыратын ұстын. Екінші тапсырма балалар орындайық. Мәтін бойынша дұрыс-бұрыс әдісі арқылы нақты ақпаратты анықтаңыз. Сөйлемдер: көптеген ұлттық мұраларымыз елімізге қайта оралды. Көне түркі жазба ескерткіштеріне 10 жыл сайын жөндеу жұмыстары өткізіледі. Алғашқы көне түркі жазба ескерткіштеріне Күлтегін жыры жатады. Павлодар қаласында Күлтегін ескерткіші түркі халықтарының баға жетпес мәдени байлығы атты форум өтті. Күлтегін ескерткіші 2001 жылы 18 мамырда Астанадағы Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің бас ғимаратына орнатылды. Ал енді осы сөйлемдердің қайсысы бұрыс екенін салыстырайық. 3 сөйлем дұрыс екен. Жақсы, рахмет. Онда келесі тапсырма. Өткен сабақта біз балалар бас әріппен жазылатын сөздерге көңіл аудардық. Енді сол сөйлемдердің ішіндегі бас әріппен жазылатын тіркесті жалқы есімдерге тоқталып өтейік. Агенттіктердің, радио, телекомпаниялардың аттары бас әріппен жазылады. Мысалы, Қазақ радиосы, тағы басқа. Қазақ үлкен әріппен жазылып тұр. Мемлекеттік мекемелердің күрделі атауларының әрбір сөзі бас әріппен жазылады. Мысалы, министрлер кабинеті, тағы басқа. Мемлекеттік біркелкі мекемелердің, ұйымдардың, институттардың, тағы басқа күрделі аттарының бірінші сөзі бас әріппен жазылады. Мысалы, ғылым академиясы, тағы басқа. Ғылым бас әріппен жазылған. Осындай атаулардың алдында солардың қосалқы анықтауыштары болуы ықтимал. Олардың бірінші сөзі де бас әріппен жазылады. Мысалы, мемлекеттік академиялық үлкен театр. Көріп тұрсыздар, мемлекет үлкен бас әріппен жазылды. Сонымен қатар жалпылама сипаты жоқ халықаралық ұйымдар мен мекемелердің атауындағы бірінші сөз бен жалқы есімдер бас әріппен жазылады. Мысалы, халықаралық валюта қоры, Евразия экономикалық қауымдастығы, Қызыл крест және Қызыл жарты ай қоғамы, экономикалық ынтымақтастық ұйымы, Шанхай ынтымақтастық ұйымы, ұжымдық қауіпсіздік шарты. Ал қымбатты балалар, көріп тұрсыздар, бас әріппен жазылған жалқы есімдерді. Жақсы. Онда келесі 3-ші тапсырмаға көңіл аударайық. Тор көз ішіндегі сөздерге қосымшаларды жалғап, бос орындарды толықтырыңыз және мәтіннен күрделі құрама атауларды анықтап, орфографиялық норманың сақталуына назар аударыңыздар. Қажетті жалқы есімдер төменгі жағында тұр. Реттілікпен дұрыс орналастырды деп ойлаймын. Ал енді дұрыс жауабымен салыстырайық. Жазған жұмыстарыңызбен салыстырып, тағы да мұқият оқып шығуларыңызды тапсырамын. Ал енді балалар, бүгінгі сабақтан кейін алған әсерлеріміз. Не сезіндім? Не білдім? Қандай ой пайда болды? Не үйрендім? Кері байланысқа жазуларыңызға болады. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сау болып тұрыңыздар.